Пирогымыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн қажет. Ұнның үстінде менде бір қасық разрыхлитель бар. Одан кейін бөлме температурасындағы май, содан кейін секерімізді саламыз. Сосын қолымыздың көмегімен осылай араластыратын боламыз. Араластырған кезде осындай болуы қажет. Енді бұған жұмыртқаны саламыз. Бір жұмыртқаны салып, біркелкі тесті дайындап аламыз. Тестіміз дайын. Холодильникке жарты сағатқа немесе 20 минутқа қойып аламыз. Одан кейін ішкі салмасын дайындаймыз. Салмасына вареный сгущенка қажет болады. 380 грамм салып аламыз, яғни бір банка вареный сгущенка керек болады. Одан кейін вареный сгущенканың үстіне қаймағымызды саламыз. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз. Сосын жақсылап араластырамыз венчиктің көмегімен. Ең басында осылай қиын араластырылатын болады. Одан кейін осылай жайлап араластыра бергеннен кейін сұйық массаға айналады. Жиырма 22 немесе 24 диаметрді форманы дайындап, тестімізді аламыз. Мен тек қана 15 минуттай ұстадым, себебі көп уақытым болмады. Сондықтан сіздер жарты сағаттай холодильникте ұстаңыздар. Одан кейін қолымыздың көмегімен осылай жайып шығамыз. Тестімізді осылай жайып аламыз. Барлық жері бірдей болу қажет. Осылай жан-жағында кішкене ұзартып, қолымыздың көмегімен жайып алатын боламыз. Ендігі бұл тестіміздің үстіне жаңағы салмамызды құямыз. Құйып алғаннан кейін осылай жан-жақтарын қолымыздың көмегімен осылай жасап шығамын, немесе вилканың көмегімен істеуге болады бұны. Енді 160 градуста 40 минуттай пісіреміз. Достар, пісіп болғаннан кейін суытамыз. Содан кейін холодильникке 1 сағатқа хотя бы қойып қоямыз. Бірақ мен тек қана суыттым. Холодильникке қойып қоятын уақытым болған жоқ. Сондықтан осылай пышақтың көмегімен формадан ажыратып алдым да, осылай әдемілеп әрлеген болатынмын. Осылай клубникамен әрлеп алдым. Басқа да жемістермен әрлесеңіздер болады, және де сахарный пудрамен сеуіп қойсаңыздар да өте әдемі болып тұрады. Міне достар, сіздерге қазір кесіп көрсетіп жатырмын. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Сіздердің қонақтарыңызға, өзіңізге де қатты ұнайды деген ойдамын, себебі маған өте қатты ұнады. Шаймен өте дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассаламу алейкум.